1 қазан халықаралық қарттар күні мерекесі. Осы мерекеге орай еліміздегі зейнеткерлерге бір жолғы төлем берілмек. Бірақ барлық өңірлерде бірдей емес. Атаулы мерекеге орай қарияларды қуантатын қаржы көлемі қанша? Қай өңірдің қариялары қанша мөлшерде қаражат алмақ? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Қазақстандық зейнеткерлер мерекелік төлемдерді 8 қала мен облыста алатын болады. Зейнеткерлер қарттар күніне арналған төлемді Қазақстанның қай өңірінде ала алатыны туралы ақпарат молынан. Елімізде мереке 1 қазанда тойланатыны белгілі. Тұрғындар әлеуметтік төлемдерді Астана, Ақмола облысы, Қарағанды облысы, Ұлытау облысы, Павлодар облысы, Ақтау, Атырау облысының тұрғындары алатын болады. Астаналық зейнеткерлер 2,5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 9230 теңге көлемінде бір жолға ақшалай төлем алады. Ақмола облысының зейнеткерлері 2-ден 5 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 7384 теңгеден 18460 теңгеге дейін алатын болады. Қарағандыда 75 жастан асқан азаматтарға 20 мың теңге беріледі. Ал Қарағанды облысында билік жергілікті өкілді органдардың шешімімен 70-тен жастан асқан қарттарға бір жолғы материалдық көмек төлейтін болады. Ұлытау өңірінде 11483 қарияға 20 мың теңгеден беріледі. Павлодар облысында төлемдер келесі критерийлер бойынша аударылады. Ең төменгі зейнетақы мөлшерінен төмен зейнеткерлерге 2 айлық есептік көрсеткіш, яғни 7384 теңге. 80 жастан асқан және ең төменгі немесе одан төмен мөлшерде зейнетақы алатын зейнеткерлер үшін 3 айлық есептік көрсеткіш, яғни 11076 теңге. Ақтауда төлемдер 70 жастан асқан зейнеткерлерге тиесілі екені айтылды. Олар 2 айлық есептік көрсеткіш, яғни 7384 теңге алады. Атырау облысында тек мүмкіндігі шектеулі қарттарға ғана әлеуметтік көмек көрсетіледі. Олар қазан айында 7,5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 27690 теңге төленеді. Түркістан, Қызылорда, Жетісу, Абай, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Ақтөбе және Солтүстік Қазақстан облыстарының Алматы, Қостанай және Орал қалаларының әкімдіктері төлемдер туралы қарастырылмағанын хабарлады. Алматы, Маңғыстау облыстары мен Шымкентте де қарттар күніне төленетін туралы әзірге ақпарат жоқ.